9-шы есеп. КЛМ үшбұрыштың қабырғалары 3,5 см, 7,4 см және 9,1 см-ге тең. АБСД шаршының қабырғасын табыңыз, егер оның периметрі КЛМ үшбұрыштың периметріне тең болса. Біз КЛМ үшбұрыштың суретін салып алайық. Мысалы, ол мынандай болсын. Және шаршы болсын. КЛМ және АБСД. Енді қарайық. КЛМ үшбұрышының периметрін біз таба аламыз, себебі бізге үш қабырғасы да берілген. Ендеше периметр КЛМ ол тең 3,5 қосылған 7,4 қосылған 9,1. Қоссақ 20 см шығады. Егер КЛМ үшбұрышының периметрі 20 см болса, онда АБСД шаршының да периметрі 20 см-ге тең. Себебі екеуінің периметрі өзара тең деп айтып тұр. Ендеше шаршының периметрі 20 см, ал біз шаршының периметрі қандай формуламен табылатынын білеміз. Ол 4 көбейтілген А, себебі шаршының барлық қабырғасы өзара тең. Егер 4 көбейту А 20-ға тең болса, онда біз осыдан А-ның 5 см екендігін табамыз. Демек, АБСД шаршының қабырғасы 5 см. Нұсқалардың ішіндегі дұрысы Б нұсқасы.